Қалдарыңыз қалай достар? Сіздер уже госзакуп номер 1 сабағын қарадыңыздар, госзакуп номер 2 сабағын қарадыңыздар. Басында тендер іздеу, анализ жасау үйретілсе, екіншісінде уже документация полностью үйретілген болатын. Енді сіздерде может сұрақ бар шығар, Азат, әрі қарай қалай орындаймын, әрі қарай не істеймін деген секілді. Бүгінгі сабақ сондай тақырыптарға арналады. Енді бүгін бізде негізгі орындау процесі бойынша жалпы негізі тендерде 6 қадам бар. Ол тендер іздеу, анализ жасау, тауар іздеу, одан кейін есептеу, дальше заявка беру и орындау деген. Соның бүгін нақты орындауды талқылаймыз. Егер де сіздерге 6 қадам қызық болса, онда комментария дәл солай жазыңыздар, 6 қадам деп жазыңыздар, мен соған арнап видео түсіретін боламын. Енді давайте орындау бойынша бір сөйлесе кетейік. Ең біріншіден орындау ол әрдайым әртүрлі. Ол қандай процестерден тұрады? Міне, осы презентацияда көріп отқандарыңыздай, ең бірінші бізде шартқа қол қою жүреді. Получается, қандай портал болса да, госзакуп болсын, СК Store болсын, Мидворк болсын, Национальный банк Казахстана болсын, ең бірінші договорға қол қоямыз. Договорға қол қоймай басқа шаруалар басталмайды. Это невозможно. Одан кейін екінші товар апару процесі. Товар апару тоже енді әркімде әртүрлі. Заказчикпен согласование жасайсыздар, товарды қарастырасыздар, Қытайдан аласыздар, базардан аласыздар. Енді әркімнің өзінің біліміне байланысты. Мен мысалы командамен тек қана Қытаймен жұмыс жасауға тырысамын. Соның ішінде әрине Алибабамен товарды апарамыз. Ол процесс енді мықты, үлкен, мықты, разнообразный бір видеоға сыймайды. Накладной апару обязательно. Товармен бірге бумажный накладной жүреді. Накладнойды қалай толтыру керек, тоже сұрақтар қызық болса, тоже жаза кетіңіздер. Мен каждый запросқа арнап видеоны салатын боламын. Қараңыздар, товармен накладной әрдайым бірге жүру керек. Бөлек болса, заказчик даже товарды қабылдамай қалуы мүмкін. Сол себепті товар және накладной бірге. Накладной бумажный. Мен мысалы Ақтөбедемін, товарды Алматыға тапсыру керек болса, мен Қазпочтамен накладнойды сал жіберуім керек. Қол қоям, печать қоям, бумажный вариант деген бұл бізде. Келесі накладноймен товар жеткеннен кейін тексеру болады. Заказчик барлығын тексереді. От и до, характеристикаға сай ма, сай емес пе? Мен мысалы алдыңғы сабақтарда айттым ғой, техникалық спецификацияға байланысты бәрін тексереді деп. Барлығын тексереді техникалық спецификацияға сай. Содан кейін барып акт болады. Получается, накладной деген документ товар мекемеге жетті деген, товар қабылданды деген емес, тек товар бізге жетті деген сөз. Мекеме қол қойса, ол товардың жеткеніне подтверждение береді. Дальше товарды тексереді, тексергеннен кейін акт приема передачи товаров деген. Актқа қол қойса, товар 100% қабылданды деген сөз болды. Басқа претензия жоқ заказчикте. Самый главный ол актқа қол қоюы. Актқа қол қойғаннан кейін электронный счет фактура жүреді, проблема жоқ, ноутбукпен жібере қоямыз, 5-6 минуттық шаруа, дальше уже төлем жүреді. Так, енді давайте тағы да бір нақтылап алайық. Шартқа қол қою, өзіміз енді түсінген боларсыздар да, шартқа қол қоймай вообще шаруаны бастамайсыздар. Товарды апарамыз, товармен бірге накладной обязательно болады. Мұна неге мен накладнойға особенно акцент қойып жатырмын? Накладнойға қол қоймаса, товар жетпеді деген сөз. Менде мынандай болды. Мен бір мекемеге газонокосилка апардым. Газонокосилка апардым да, олар нормально накладнойды ертең саған беріп жібереміз деді. Мен товарымды қалдырсам, маған бір 2 сағаттан кейін звондап тұр. Оказывается, олар газонокосилканы пайдаланды да, накладнойсыз газонокосилка жарылып кетті. Короче, простой жарылыс болды. Неге? Өйткені майламаған, ештеңе істемеген, просто на сухой қосқанда атылып кетеді ғой. Енді мен айтам, ладно, енді мен бардым, ештеңе етпес, ондай болып тұрады. Маған ақшамды аударыңдар десем, жоқ дейді. Неге жоқ десем, сен газонокосилка әкелдің ба не дейді. Сонда жаңағы айтқандай, накладнойға қол қойылмаса, товар келмеді деген сөз. Сол себепті товарларың жетті ма, накладнойға қол қойған қадағалаңыздар. Одан кейін заказчик тексереді. Тексергенде, өткен сабақтарда да мен уже айттым, тексергенде, как положено, договормен техспекаға сай тексеріс болады. Заказчиктің желаниясы ол бізге қызық емес. Қағазда не жазылып тұр, соған сай тексерілу керек барлығы. Дальше электронный акт жүреді. Акт почти всегда электронный, тек Мидворкта енді бумажный болып қалады. Актқа қол қойды ма, болды, заказчик сіздердің бастары қатырмайды. Сол себепті бұл видеоны заказчиктер қарап отырсаңыздар, актқа қол қойғанға дейін бәрін от-до тексеріп алыңыздар. Ал сіздер поставщиктер всегда сай товар апарыңыздар. Актқа қол қойғаннан кейін да барып, еще оплатаның срогі басталады. Получается, мысалы заказчик 30 күн ішінде ақша аударам дей ма, актқа қолды бірі қойды ма, ол 30-на дейін аударып болады.
акт именно счет фактура емес, накладной емес, товардың келгені емес, актқа бәрі байланысты. Сол себепті акт ең маңызды документ десек те болады. Дальше счет фактура и төлем. Төлем әрине сіздердің ИП-ларыңызға түседі. Міне осылайша бізде орындау процесі, достар, қиын, ештеңесі жоқ. Орындау деген тұрғанмен практика, орындау деген әрдайым әртүрлі. Егер де орындау бойынша толығырақ көргілеріңіз келсе, давайте лучше жазыңыздар, инстаграмға тіркеліңіздер, мен барлық процесті как есть инстаграмында салып тастап отырмын. Ал егер сіздер командамен жұмыс жасағыларыңыз келіп, біз мысалы Қазақстан бойынша командамен жұмыс жасаймыз. Командада қазір 150-ден астам адам бар. Қосылғыларыңыз келсе, тоже маған жазыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды күтемін. Күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.